20 ғасырдың басында Франкенштейн және Гуэст дейтін екі зұлым адам болды. Бұл адамдар жарты ауылдың бәрін бай адамдар, кедей адам болсын ешкімді азаптап тонап жүрген адамдар еді. Осылардың оқиғасын бастаймыз. Яғни сіздердің достар басталмай жатып лайк және де комментарийді жазуды сұраймын. Сөйтіп кинолардың бір аптада шығып тұрады, ал видеоны қарай беріңіздер. Гуэст, қалай жағдай? Жақсы. Ақша қайда? Франкенштейн, мен саған айтқан сияқты едім. 50% менікі, 30% сенікі. Так что неге 30%, 50%, 20%-ын қайтар, айтса айырам. Біз әлі жарда ауылды тонаған жоқпыз, сондықтан біз саған әлі ақша жоқ. Түсінің бе? Так что мен қатырма. Кеттік, тонаймыз ба? Кеттік. Осы ауылды бірінші таслатқан соң. Дегел. Жағдайда. Ат бәрін, аттешкасын бер. Өлтір, Франкенштейн. Бартынан, істерін қақ, басын сойып құйқа жейбіз. Тона. Франкенштейн заттарын тона. Ақшасын алдым. Нормально. Бәрін ал бол. Мына үйде не бар? Біз әлі бар бізге әлі. Әне бір қаладағы отын ақшасын алу керек. Кеттік жүр. Мына знак біздің қорқынышты белгіміз. Қара, дегелші. Франкенштейн, қасыма келші. Бұл ек қатарлы дейтінсің. Ішіне сразу кіргені сразу ат. Кеттік. Бәрін ат сразу, Франкенштейн. Кітаптың іші бар, тонау, зат. Қайда баратсың, пенде өлесің сен по-любому. Біздің ауылымызға. Тұқ, міне, бой.